Дагыстан Республиканын Тереклі мектеп ауылында домбыра деп аталынған балалар конкурс озды. Ең игі домбырашы деген атқа тиесілен умратты 28 кішкей сазшылар орташылық еттілер. Ең икон көп Күнбатар ауылынан келді. Амалламадан Рабиат Коковадың Эмир Отивалиевтің репортажы. Үйгүнлаушылардың белгілеуінше, мұндай кепте конкурсы бірінші кере озғарылады. Айтпаға домбырашылар арасында базылас Қараноғайда көптен бербетін үйгүнланмаған. Бар қатнасушылар екі көпке бөлінділер. Кішкей икон. Домбыра bizim ата-бабаларымыздан қалған саз алаты. Ата-бабаларымыз домбырада ойнағанлар, соға көрі bizim ясларымыз да, бізден өсіп келе тұрған яс яуқаларымыз да домбырамен ойнамаға керек. Ноғай шөлінде, Ноғай даласында домбыра сазы заңғырамаға керек деп мен ойлаймын. Үйгүнлаушылардың белгілеуінше, тезден олар регионлар ара үлшемге шығып, Россиядың Ноғайлар яшайтаған басқа юртларынан сазшыларды шақырмаға ой етеділер. Айтпа тиіслі конкурста баға берген төрешілердің барысы сұлыплы сазшылар саз бойынша оқытушылар. Ендігі біз бар, бізден соңды керек. Яңы балалар, нелер өсіп бара жатырған поколениямыз, музыкантлар, домбырашылар болсын, жыраушылар болсын деп, не десе ол байрақты бізден де биік көтеріп, біздің алдымызға шығып, Ноғайдың атын көтерсін. Bizim баларымыз бүгін көріп тұр, бұл икон яшылып қалай өткеніне сенемін, ойлаймын, балалардың арасында бұл икон домбыра ойыны мұқаят өрленіп кетер деп ала өртқан болса. Балаларыңызды айлы ямағат беріңіз, біздің маданият мектебімізге. Біз онда бірнеше оқытушы бәрінде ойнапты, ерлапты, домбыра сесін естіріп үйретірміз деп сенемін. Амалламадың тамамында еңушілер бар қатнасушылар дипломларға, медальлерге ақша амалларына тиеселенділер. Рабиат Кокова, Эмир Отивалиев, соңғы хабарлар Тереклі мектеп ауылынан.